Ассалаумағалейкум қазақ елі, қалайсыздар, қалдарыңыз қалай? Мына соңғы кездері әлеуметтік желіде негізсіз Ырысбала ханымға артық сөздер айтып, балағат айтып, айыптап, жала жауып отқан кісілерге айтарым. Бірінші Алла, екінші қара халық, үшінші Ырысбала ханның арқасында 100 отбасы өз үйінде отыр. 100 отбасы, 400-ден аса бала жылы үйде отыр. Аллаға сансыз шүкір. Біз бұнда енді ел айтады ғой, неге шықпайсың? Ырысбала ханым үшін қай жерге болса да баруға дайынбыз. Ол кісіні істеген ісін, тірлігін білеміз. Аллаға шүкір. Әлі де жасайды, әлі де істейді. Күш қуат берсін сізге, Ырысбала ханым. Кеш құрметті оқырмандар, енді мен де бүгін бір постты сала кеткім келіп отыр. Ырысбала Экранбай жайлы. Ырысбаланың мен көрген жақсылығым өз көзімен көрдім. Жақын құрбымызға біздің үй сыйлады. Ол қыздың жаңағы 3 баласы бар, күйеуі кезінде қайтыс болып кеткен, үлкен баласында инвалидность, прирожденный инвалидность бар. Сол кісілерге үй сыйлап, үйдің бүкіл жағдайы жасалған, Сарыкемердің ортасынан ойып тұрып 5 бөлмелі үй берді. Ішіндегі ремонты да, жаңағыдай төсек, жапқыш, бәрі түгел, пердесіне дейін, столына дейін түгел полный ремонтымен сыйлап отыр. Жақсаған жақсылығын әрқашан айту керек. Өте мықты келіншек, оған үйтіп қара күйе жағып бәлездеген адамдар. Сіздерге айтарым, көзбен көрген нәрсені мен қазір айтып отырмын сіздерге. Өте мықты қазақтың қайсар қыз десем де болады. Біз Экранбаймен біргеміз. Сәлеметсіздер ме, қалайсыздар халқым? Мен де мынау әлеуметтік желіде шоулап жатқан Ырысбала Экранбай ханым туралы бір ауыз сөз айтқым келіп тұр. Бірінші Алладан кейінгі осы халқымнан кейінгі осы себепкер болып отқан Ырысбала Экранбайға алғысым шексіз. Бізге 100 баспана сыйлаған, 30-шы баспаналы болған мен, Аллаға шүкір, 5 балам бар. Бізге кем-кетігіміздің бәрін түгендеп, барлығын емімізге ақша беріп, бір тиынды жемей ол кісі бізге документімізді қолымызға ұстатып берген. Оның кісінді туралы артық білмей жатып, балағаттаудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Ол кісінің әрбір істеген ісінің жазуы бар, есебі бар. Сәлеметсіздер ме, құрметті қазақ елі. Әуелі Алла дей отырып, Ырысбала Экранбайдың себепкерімен және ол кісіні қолдаған халықтың арқасында үйлі болған жанның бірімен. Мен лично өзім Ырысбала ханымнан тек жақсылық көріп келем. Жақсы адамның жақсылығын айт, нұр тасын дейді ғой. Ырысбала ханымның жүрегі кең. Және екінің бірі ондай қайырымдылық жасай бермейді. Біздері үйлі еткеннен бөлек көшедегі қарапайым жұмысшыларға да, алдына кездескен әрбір мұқтаж жанға да ақшалай болсын, азық-түлікпен болсын көмектесіп, қайырымдылығын көрсетіп жүрген жан Ырысбала. Сондықтан Ырысбала ханым, біз әрдайым сізді қолдаймыз, сізді қорғаймыз. Мына желіде шулап жүрген әрбір қума сөзге, сізге жабылған жалаға, өсек әңгімелерге еш мұңаймаңыз және жүрегіңізге жақын қабылдамаңыз. Ол сіздің жақсылығыңызды мойындағысы келмейтін бір санасыз адамдардың шығарып отқан өсегі деп ойлаймын. Сондықтан сіз берілмеңіз, сіздің артыңызда 100 баспаналы болған жандар бар. Саламатсыздар ма, қазақ елі? Қайырлы күн баршаңызға. Интернет желіде шулап жатқан Ырысбала Экранбай қызымыз туралы мағлұмат айтқым келіп тұр. Иә, рас, біз елу. Саламатсыздар ма, қазақ елі? Қалайсыздар? Біз осы Ырысбала Экранбай ханымның берген үйінде тұрып жатырмыз қазір. Өз отбасымен, барлықтарымыз. Қазіргі таңда жақсы, бақыттымыз. Аллаға шүкір, өз баспанамыз бар. Құжаттарымыз да өз атымызға рәсімделді.
сол берілген кезде нотариус арқылы құжаттың бәрі қолымызға берілді. Ол кезде біз ешқандай да ақша төлеген жоқпыз. Қазіргі таңда халықтың арасында өте үлкен дау-дамай болып жатыр ғой Ырысбала Экранбай ханымға. Соған дәлел бізде міне өз құжатымыз өз қолымызда. Аллаға шүкір, сол кісінің арқасында. Алып қашпа сөздерге сенбеңіздер, барлығы жақсы. Ол кісі өте адалынан жұмыс жасайды. Әуелі Алла, екінші халқым, үшінші осы Ырысбала Экранбай ханымның арқасында үйлі болдық. Аллаға мың да бір шүкір, басын иемін ол кісінің алдында. Халқыма рахмет, осындай үйді 3 жыл болды бізге бергенімізге. Аллаға шүкір, осы жағдайымыз жақсы. Міне денсаулығымыз да жақсы. Ырысбала ханым өзі кәдімгі күнде көмектесіп тұрады, қарайлап тұрады. Ырысбала ханым рахмет көп осындай. Халқыма да бәріне де. Міне Аллаға шүкір, осы үйді де бергенге мыңға көп. Мен өмірімде үй аламын деп ойлаған жоқ едім. Міне қара, қанша не қылсам да бүйтіп маған үй береді деп ойлаған жоқ едім. Сол Ырысбала ханымның арқасында қандай болғанда мен деген денсаулығымда болмайтын еді. Соған азықты қатты ауырып жатып қайта олар қарап. Мен мына жерде Ырысбала Экранбай жайында айта кетейін дегенім, өз көзімен көрдім. Көршіміз бізге көшіп келді осыдан 3-4 жыл бұрын. Жағдайының барлығын жасады, үйді ремонттады, күштілеп мебельдер алып келді, дүниелердің барлығын алып келіп түгелдеп беріп отыр. Негізі мен Ырысбалаға тән ризамын, себебі осынша халықтан ақша жинап, бір үйді баспаналы ету ол оңай дүние емес. Халықтан ақша жинап, соны жеткізіп, соны дүниесіменен жасап, сол баласы шағасы деп жанашырлық танытып, барлығын беріп жатқан ол ерлік деп санаймын. Себебі ол дүние екінің бірінің қолынан келе бермейді. Қазір көріп жатырмыз ғой, алтын көрсе періште жолдан таяды деген. Оны өз көзімізден қаншама халықты көріп жатырмыз. Ақшаны жеп босқа кетіп баратқан, ал бұл кісі жеткізіп беріп жатыр. Ассалаумағалейкум қазақ халқы. Әлеуметтік желіде шығып жатқан қуысектерге байланысты мен Ерлан, 3 бала шағам бар, 70-ші отбасымын. Маған Алла бірінші Құрметті қазақ елі, мен 64-ші баспанадағы анамын. Біз осы уақытқа дейін міне 2 квартирамен осы баспананы Ырысбала ханым табыстаған болатын. Біз қазіргі уақытта осы баспанада жасап жатырмыз. Аллаға шүкір, міне осындай Ырысбала ханымды осындай жаңағы жалалармен мазақ етіп жатқан кісілер енді Алланың алдында жауап береді. Біз осындай қиын кезінде халықтың қолдауымен осы Ырысбала ханымның арқасында баспаналы болдық. Қазіргі таңда мен қиын кезімде осы қызыма өте көп Ырысбала ханым жағдай жасап, ауырған кезінде мына таңдайда жасап берген осы Ырысбала ханым. Бұл Ырысбала ханымның жақсылығын біз ешқашан ұмытпаймыз. Есімім Марал. Осы Ырысбала ханым бізге 93-ші жылы сыйлаған еді. Қазіргі таңда осы үйде тұрып жатырмыз, Аллаға мың шүкір. Қасымда квартирант бар еді сол кезде, ол кісілер қойып кеткен. Ол кісілер әлі тұрып жатыр. Ақшаларын да маған өзім алады, өзім маған төлейді барлығын. Балапандарым, 2 ерекше балапаным бар, біреуі ДЦП, біреуі ЗПР. Аллаға шүкір осы үй бізге құт болып келді. Енді балапандардың барлығын, енді квартираның ақшасын бәрін емге жұмсап, үлкен рахметін айтамын халыққа. Ырысбала ханымға рахметімді айтамын, осы үйді сыйлаған бізге әуелі Алла. Сосын барша халыққа себепші болған Ырысбала ханымға үлкен рахметімді айтамын. Алла разы болсын ол кісіге. Барлығы еңбек адал жолмен сондай немен істеп берген бізге үйдің барлығын. Саламатсыздар ма, халқым?
бізге Ырысбала ханымның үй бергені рас, құжаты бар, өзіміздің атымызға аударып берген. Аллаға шүкір, мен осы жерге келгелі мектепке жұмысқа кіріп алғанмын. Халқыма, Аллаға, одан кейін Ырысбала ханыма көп рахмет, осы үйге неғаныма. 7 бала шағама ыстық ұясына кіргізіп бергеніне 1000 алғыс халқыма. Қазақ еліне рахмет, осындай Ырысбала қарындасымыздың арқасында осындай үйлі болып, осындай көлік алып жатырмыз, соның арқасында үйлі болып, бала шағамен сол үйде тұрып жатыр. Мынау енді жұптар өсіп қуатыр ғой енді. Білмеймін олар, мал өсіп қуатқан, көре алмай ма? Адам өз еңбегімен жету керек қой әр нәрсеге. Сол қарындасым сияқты болмасыншы, жұптарға бір алдымен бір үй әпердім екен, алдым сол үй әперіп алсын. Содан кейін барып әңгіме айтсын да, сүт өскен, өсек айтып, сүтқа мұндайғаннан гөрі ең бастысы адам сол еңбекке жету керек. Ол қарындасымыз енді өзінің еңбегімен осындай еңбек жете алады. Әркім өз еңбек етсе, осындай еңбек жете алады. Сол бізде өзіміздің еңбегіміздің арқасында мен санауда жұмыс істеп жатырмыз. Алла қаласа бізде осындай дәуір боламыз. Момынқұлова Перизат Оразбайқызы, бірінші халқым, амансыздар ма? Мен осы үйді Ырысбала ханым арқасында алдым. 8 бала шағамен, Аллаға шүкір, сол үй баспанамда тұрып жатырмын. Өз сыйлағанда ішіне жабдықтарыменен, өзіне керек заттарын барлығын жиып теріп берген, барлық жағдайды жасап берген Ырысбала ханыма 1000 алғыс. Оның жақсылығын ешқашан ұмытпаймын. Өйткені әр жетім бала жыламасын деп, әр баламды осындай қуанышты күнге, осындай үйге кіргізіп бергені 1000 алғыс. Ол ешкімнен ешқандай ақша сұрамаған. Қалай үйге кірдік, солай документті қолымызға беріп, өзімізге жылы баспана сыйлап, Аллаға шүкір, соның арқасы барлығы. Кім қалай артынан қалай не істеп жатқанын білмеймін, бірақ ақиқат біз 100 отбасыға жеттік. Шүкір, соның ішінде 50-ші баспаналы болған өзім болам. 8 баланың анасы, Қазығұрт ауданы Қазына көшесінде тұратын. Мен әрқайсысына түсінбеймін. Саламатсыздар ма, құрметті қазақ елі? Қазіргі таңда Ырысбала ханымға көп айыптар жағылып, кінә тағылып, мынау Ырысбала ханымды балағаттап жатқан қыздар, келіншектер, сіздерге айтатынымыз, біз Ырысбала Икрамбайдың берген баспанасында тұрып жатырмыз. Мен 58-ші баспананың егесі, заңды иесі, есімім Жаңыл Болат, 4 баланың анасымын. Ырысбала ханым қызымыз ешқандай да халықтан арам ақша жинап, ондай іс-әрекеттер жасамаған, барлық қағаздары, документтері тура үйді өз атымызға жазып берген. Аллаға шүкір. Әуелі Алла, екінші қара халық, үшінші Ырысбала ханымның арқасында өз ыстық ұямыз бар. 1000 шүкір, алғысымыз шексіз Ырысбала ханымға. Бұлай айыптауды қойыңыздар. Саламатсыздар ма, қазақ елім? Қалайсыздар? Ырысбала ханымның арқасында осы үйді алып берген маған. 2 жылдан асылатар. Құжатымен берген. 5 баланың анасы. Мен Құрманбеков Ғабит, 49-шы үйлі әкемін, 4 бала шағалы. Қазір мынау интернеттің дамыған уақыты. Әрқайсысы Ырысбала ханымды әр сөзбен айтып жатқанына асымын. Аллаға мың шүкір, қазір үйдемін, 4 бала шағам қасындамын. Өзім үйде жеке шаруашылығыммен айналысып, Аллаға мың шүкір, Ырысбала ханымның арқасында. Бірінші Алланың арқасы, екінші Ырысбаланың арқасы деп, Аллаға мың шүкір, полный документ, үй жайлы өзім атында сол күннің ертесінде аударып берді. Қазір 3 жылдай, енді 3 жыл болады, да қаласа, Алла жүрсе. Қазір жеке шаруашылықпен үйде бала шағаның алдында отырған жайым бар. Ассалаумағалейкум қазақ елі. Біз мұнда үйлі болған жандар. Бірінші Алла, екінші осы
қазақ елі үшінші Рысбала ханымның арқасында ел болған жандар. Алматы облысы төркіндері. Мына жерде Жамбыл, Ұзынағаш, Қайназар, Мұнбаев ауылының үй алған төркін жандар. Бүгін төркіндерімізде қуаныш жаңалық болып жатыр. 18 үйден Самат ағамыз келін болып жатыр. Төркіндерге бірінші келін, ырыстарына бір келін болып жатыр. Алланың қалауымен Рысбала ханымға халықтың арқасында бәріміз жылы үйде, балаларымыз өсіп, уже осы үлкейіп, кеңейіп жатырмыз. Саламатсыздар ма, қазақ елі? Қайырлы күн баршаңызға. Интернет желіде шулап жатқан Рысбала Икрамбай қызымыз туралы мағлұмат айтқым келіп тұр. Иә, рас, біз 56-шы баспана Сарыағаш қаласынан, есімім Мадина, 5 баланың анасымын. Бірінші Алланың арқасында, екінші осы Рысбала қыздарыңызды қолдаған халықтың арқасында, үшінші осы Рысбала Икрамбай қыздарымыздың арқасында үйлі болдық. Аллаға мыңда бір шүкір. Біз әрқашан Рысбала ханыммен біргеміз және қолдаймыз. Рысбала ханымның анасына мыңда бір рахмет, осындай қызды тәрбиелеп өсірген. Біз осы үйде тұрып жатырмыз. Аллаға шүкір. Осы үйді алғалы Рысбала ханым біздің есігімізді қағып, бізді қорқытып үркітпеген ешқашанда. Осы үйді алған кезде нотариус арқылы бізге үйдің документін берген, өз артыма аударылған. Сол уақытта ешқашан үйтіп араға ірткі салмаңыздар, Рысбала ханымның үй берген төркіндері қайда деп, біз әрқашан Рысбала ханыммен біргеміз. Әрқашан Рысбала ханымды қолдаймыз. Алғысым шексіз.